шынымен қазір ауыр болса да айтып жатырық. Біздің қазекеңдердің отбасында мейрамдарды арақпен қарсы алу деген бар ғой, бұл өзіңнің ұрпағыңа балта шабу ғой бұл. Оны көріп отқан бала өзі айтады дағы. Балам, мына бүгін мейрам екен, құдалар келе жатыр екен, дүкеннен арақ алып кел. Сосын қара қандай зор байқалмайтын сабақ кетеді. Пшеничный ама, ол баста ортады. Хуторянка ал. Ол баста ортайды. Түсіндіңіз ба, балаға не үйретіп жатырмыз? Уже бала уже қайсысы дұрыс екенін не үшін үйреніп жатыр ғой? Қайсы баста ортады, қайсы баста ортпайды. Темекі ала сал. Көк елдей ама, ол мұрынды қыштады. Ақ елдей ал, ол тамақты ашытпайды. Уже болды ғой, ұстаз үйде отыр ғой. Бала уже біліп тұр ғой, қайсының жақсы, қайсының қыштатынын, қайсының қыштпайтынын біліп отыр ғой. Сөйтеді да, бір күні бала соның бәрін қайталаған кезінде мына бала қайдан пайда болды деп таңғалып отырды. Ол бала сенің копияң.